Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен үйде желінбей қатты болып тұрып қалған, немесе қонақ шақырғаннан кейін қалып қойған лепешкаларымызды ысырап қылмай қытырлақ нан дайындаймыз. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыз. Лепешканы ұзынша етіп кесіп, кубиктап турап аламыз. Бүгін сіздерге қытырлақ нан дайындаудың ең оңай түрін көрсетіп жатырмын. Яғни осылай кубиктап турап, пешімізге салып, қызарғанша кептіріп аламыз. Егер қаласаңыздар дәмдеуіштер қосып, яғни тоз бұрыш салып, сұйық майға аунатып, пешімізге салып, қызартып алсаңыздар болады. Өте дәмді керешке шығатын болады. Туралған нандарымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минутта кептіріп аламыз. Мінекей менің қытырлақ нандарым дайын болды. Нанымды 2 бөлікке салып пісіретін боламын, өйткені менде көп болып шықты. Өте дәмді қытырлақ болып шығады. Мінекей қалған бөлігін естіма салып, қайтадан пешіме салып, қызартып аламын. Мінекей біздің қытырлақ нандарымыз дайын болды. Үйде тұрып қалған нандарыңызды сырап қалмай, дәл осындай қытырлақ нан дайындасаңыз болады. Күнделікті шаймен жеуге де керемет кетеді, және де сорпаға салып жесеңіздер өте дәмді болады. Достар, видео ұнаса лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болғаныңызға рахмет.